армысыздар көрермен. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіздер. Машина ауыл шетіндегі шатырлы үйдің алдына тоқтады. Түн іші болатын. Іле жарық жағылып, терезеден қараң еткен адам басы көрінді. Артынша есік сықырлай ашылды да, сыртқа әлгі әйел шықты. Аман есен келдіңдер ме? Дауысы бөлекше назды ерке естілді. Келдік қой, шайыңды дайындашы, әбден қаталап өлетін болдық. Саят состиып тұрып қалды. Әлгі балаң қайда? Машинаның үстінде, әй бері келсеңші, неғып тұрсың состиып? Жүр бері. Кәне, көрейікші. Әйел бұған қарай жақындады. Саят сол қалпында әлі тұр. Әй, жақындасаңшы, немене адам көрмеп бедің? Ендігі шешең осы. Әке аузынан тосын естілген жат жаңалық Саятты селк еткізді. Сонда қалай? Осыған дейін жасырып келгені ме? Ол машинадан ілбіп әрең түсті. Жүре ғой, қалқам. Әйел мұны қолтығынан алды. Үстінен мұрын қытықтаған жеңіл әтір иісі еседі. Жүр, қысылма. Ішке кірді. Әкесі орта үйдегі шегеге сырт киімін ілді де тура үйге тартты. Ортада дөңгелек стол жасаулы тұр екен. Әйел самбырлап сөйлеп жүр. Өзі әдеміше көрінеді. Дөңгелек жүзі, толықша бұғағы, құлағында жарқыраған сырғасы бәрі де өзіне жарасады. Önінде біртүрлі еркелік пе, әлде наз ба, бөлекше қуаныш байқалады. Өзім де елеңдеп жата алмай. Кішкене самауырды сыртқа алып шығып кетті. Бір кезде ішке енген әйел таңданған үнмен. Жандарым-ау, машиналарының үстінде ұрыма бір бәле жүр. Көзі ұясынан шығып кетіпті. Жуынып жатқан әкесі мен шофер екеуі қарқ-қарқ күлді. Әйел қаққан қазықтай қалшиып әлі тұр. Әй Жәнібек-ай, көзің көз емес-ау сенің, Анықтап қарамайсың ба? Әй, менің көзім емес, сенің көзің көз емес шығар, өздерің сыртқа шығыңдаршы. Әкесі ішін баса күліп. Оу сорлау, есек қой ол, әлгі қорыққанға қос көрінеді деген осы мәулен. Екеуі сылқ-сылқ күлісті. Есегі несі? Кәдімгі есек, адам мінетін есек. Оны қайтпексің? Мінеміз, мына Саят балаң аманшылық болса шөп тасиды. Сонша жерден есек тасыған, сенің де есің кіресілі шығасылы бірдеңеде. Әйел әжептәуір түтігіп кеткен. Сүлгімен сүртініп жатқан Бекбай әйелге тақала беріп, үлкен күсті қолымен оны қапсыра құшақтап арқадан қақты. Әй мәулен, кей-кейде біздің Жәнібекенің осындай жаман ашуы бар, бірақ артынан балапанның бауыр жөніндей жұмсарып сала береді. Саят әйел жүзіндегі таңданыс табының әлі өшпегенін аңдап тұр. Көп ұзамай шайда жасалды. Дөңгелек үстел үстіне аузы ашылмаған ақ шөлмек пен 3 стақан қатар қойылды. Қолын ысқылап жіберген Бекбай. Әй мәулен, мен көп әйелдің ішінен осы Жәнібекені теңкке таңдады дейсің бе? Көкейіңдегіні айтпай, ұққан жанға не жетсін, күректей. Алақанымен араққа толы ақ шөлмекті қыса ұстап, аузын түсімен ашты да 3 стақанға мөмілдете құйды. Көзі күлім қағады. Ажарынан аз да болса кірбің көлеңкесі кетпей отырған Жәнібекеге бір қарап қойып. Ал, ақ бәйбіше, басқа бас қосылып, мал түгенделді деген осы. Ақ есекке бола қабақ шытпай-ақ қой. Қойшы сенде. Аманшылық үшін мына баламыз Құдайға шүкір ортамызға қосылды. Бұған да шүкір.
Ай, үндемес, кел бері, соғыстырып жібер. Үшеуі де қағып салды. Саят жаңа шешесінің ыстаған түбіне тамшы қалдырмай тартып жібергеніне қатты таңданды. Әйел де Саяттың таңырқауын түйсінгендей, ақталғысы келгендей: «Саятжан, бәрі сенің қуанышың үшін», деді, көзі күлмің қағып. Бекбайға жалт етіп бір қарады. «Дұрыс, бәйбіше, дұрыс». Қошеметшіл қалыпта басын изей түсіп, қиярды құшырлана иіскеп отыр. Саяттың аман-есен келгендігі, машинаның жолда бұзылмай, дер уағында жеткендігі, Мәулен мен Бекбай, Жанбике үшеуінің достығы үшін ішілді. Жанбике алғашқыдай емес тартынып ішті. Үндемес Мәулен де сөйлей бастады. Ескі тарихтан бірталай әңгіме шертті. Үндеместің Жанбике мен Бекбай арасындағы махаббатқа елші болғандығы айтылды. Саяттың көзіне ұйқы тығыла бастады. Айтылып жатқан көп әңгіменің бірі құлағына кірсе, екіншісі шығып жатыр. Саятжан шаршаған болар, қамқор үнмен сөйлеген Бекбай Жанбикеге ым қақты. Қазір ол ширақ қимылмен орнынан лып етіп тез тұрды. «Айналайын, қазір әбден тынық, әлі-ақ ертең дыңдай болып тұрасың. Қайтсын енді, жолда бірталай ғой». Сөйлеп жүріп төсек салды. Жастығын жөндеп астын қомдап жатыр. Саят ұйқыға бас қойды. Осы сәт есіне көк қасқа машинаның арт жағына таман байлаған ақтайқар түсті. Аяғы талдау, қарны да ашқан болар. Ауыл жақты ойлап тұр ма екен? Енесінше тұрып қасына барып жатсам бекен. «Бекбай, сенде арман жоқ, айтшы өзің. Тап осындай ай десе аузы бар, күн десе көзі бар қатынды өз ауылыңнан да, өзге ауылдан да табасың ба?» Үндемес Мәуленнің қарлыңқы даусы қатқыл шығады. «Оның рас, Мәулен, сен болмасаң, маған қайда бұндай жан? Рахмет, бауырым, әкелші бері бетіңді». Шөп-шөп сүйіскен еріндердің дыбысы құлағына келді. Саятты ұйқы жеңе бастады. Енді бір сәт сары қобдиша туралы ойлады. Ертең машинадан қалай түсіріп алсам екен, ішін ешкім ашпаса екен. Басқа бір жерге тығып қойғаным жөн. Ішінде өзім салған суреттер де бар еді. Апасы мен әкесінің қатар түскен суретін қобдиша түбіндегі газеттің астына тығып қойған. Көзі қайта жұмыла бастағанда, неге екені белгісіз, сол суреттегі апасының орнына әлгі алтын сырғалы Жанбике деген әйел барып тұра қалған секілді. Өзінен өзі селк етті. Мүмкін емес.